Отбасымызда ешкім өкпені ұната бермейді. Соғымнан келген өкпені не істесем екен деп қайнатып, осылай бөлшектерге бөліп, мясорубкадан өткізіп алдым. Біздің оңтүстік Қазақстанда көп жасайтын гуманы осы өкпемен көбінде жасайды. Сіздерге де осы рецептпен бөлісейін деп шештім. Егер де сіздерде өкпені не жасауларыңызды білмесеңіздер, дәл осы рецептпен гумма жасап, отбасыларыңызға беріңіздер. Дәмі өте керемет болып шығады. Егер де видео сіздерге қызық болып жатса, соңына дейін қарап, пайдалы болса каналыма тіркеліп алыңыз. Алдымен жылы суымызға үстіне тұзымызды салып, жақсылап араластырамыз. Оның үстінен дрожжымызды салып, екеуін жақсылап араластырып, 2 ас қасық сұйық майымызды құйып, тағы да араластырамыз. Үстінен аздап қана ұнымызды сала отырып, қолдың көмегімен жұмсақ қамыр дайындап алатын боламыз. Қамырымызды дайындап алғаннан кейін үстінен тағы да аздап қана сұйық майымызды құйып, қамырымызды 2-3 бүктеп, осылайша қамырымызды елеп, бетін жауып, ашытуға қойып қоямыз. Оған дейін салмасын дайындайтын боламыз. Піскен осы мясорубкадан өткізілген өкпеміздің үстінен піскен күрішімізді және мясорубкадан өткізілген пиязымызды салып, үстінен тұзымызды және аздап қана қызыл бұрышты салдым. Сіздерде қара бұрыш болса, қара бұрыш салсаңыздар да өте дәмді болып шығады. Осылайша барлығын араластырып, осылай салмасын дайындап алдым, достар. Енді қамырымыз ашып шыққан екен. Осы қамырымызды дәл видеода көрсетілгендей етіп 50 грамм шамасында аздап қана дөңгелектеп алатын боламыз. Барлығын дөңгелектеп алғаннан кейін мен сіздерге қазір түйелі жолын көрсететін боламын. Алдымен осылай қамырымызды алып, ортасын кішкене қолымызбен басып жібереміз де, осылайша ортасына салмасын сала отырып, қолымызбен басып отырып, шет жақтарының барлығын дәл видеода көрсетілгендей етіп, барлығын ортаңғы жеріне түйіп алатын боламыз. Барлығын осылайша дөңгелектеп түйіп алғаннан кейін алдымен қатты қызбаған орташа отта тұрған, орташадан төменгі отта тұрғызып, майымызды қатты қыздырмай, бірінен соң бірін сала отырып, әрбір гумамызды 8-9 минут шамасында қызартып пісіретін боламыз. Сонда біздің гумаларымыздың іші шикі болмай пісетін болады, достар. Дәмі өте керемет болып шығады. Жасап көруге сіздерге де кеңес беремін. Дәл осылай мен гумаларымды майға аунатып, қызартып пісіріп алдым. Видеом сіздерге ұнаған болса, міндетті түрде парақшама, каналыма тіркеліп алыңыздар және қоңырау белгісін басып қойыңыздар. Алдағы уақытта өте керемет қызықты рецепттермен бөлісетін боламын.